Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Октябрь ауданында көше жолдары жөнделіп, аула аумақтары абаттандырылып, нысандарда құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бірақ біршама олқылықтар да бар. Облыста 113 мыңнан астам адамға бір жолға әлеуметтік төлем тағайындалды. Бұл төлем президент тапсырмасына сай шілде айындағы карантинге байланысты кірісінен айырылғандарға беріліп отыр. Енді әр апта сайын еріктілер шаһар көшелеріне шығып, коронавирустық инфекциядан қалай қорғану керектігін айтады. Октябрь ауданында көше жолдары жөнделіп, аула аумақтары абаттандырылып, нысандарда құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бірақ біршама олқылықтар да бар. Айталық жұмыстардың аяқсыз қалуы, сондай-ақ уақытылы тапсырылмағаны сынды кемшіліктер кездеседі. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек Майқұдық елді мекеніндегі құрылыс барысын тексеріп қайтты. Алдымен аймақ басшысы Магнитогорск көшесіндегі құрылыс жұмыстарымен танысты. Бүгінде құрылысшылар учаскелерін біріне асфальттың бірінші қабатын төсеген. Бірақ бұл жұмыстар ұзаққа созылуда. Мердігер мұны карантинмен қоса жаңбырлы ауа райы кедергі келтірген айтып түсіндірді. Бұған қарамастан облыс әкімі белгіленген мерзімнен қалмауды және сапа мәселесіне басты назар аударуды тапсырды. Содан кейін облыс әкімі балалар алаңдары абаттандырылып жатқан аулаларды аралап қайтты. Жалпы биыл Октябрь ауданы бойынша 184 аула ретке келтіріледі. Оның 69-ында сәкіме қоқыс жәшіктер орнатылады, сондай-ақ жарық өткізіліп, асфальт төселеді. 115-інде балалар алаңын жабдықтаумен толық абаттандыру жүргізілуде. Алайда тұрғындар бұған жауапты адамдар жұмыста аяқсыз тастап, құрылыс қоқысы пайда болды деп шағым түсірген. Проблема то, что завод не успевает. Зауыт шағын сәулет формаларына үлкен тапсырысқа байланысты тапсырманы орындай алмады. Мұндай жағдай жиектастармен де болды. Алайда қазір жеткізулер басталып, кейбір аулаларда жиектастарды ауыстыру жалғасып жатыр. Құрылыс жұмыстарының шамалы артта қалуы Литейщик стадионында да байқалды. Басшылық шаруаның тоқтауын қызметкерлердің ауырып қалуымен байланыстырды. Қазір бригада толық құрамда жұмыс істеп, стадионның металл қоршауын орнатуға кіріскен. Уже готовит подрядчик сточные ливневые каналы. Вот уже образцы стоят. Планировка все сделано, но планируем до конца августа. Сондай-ақ Жеңіс Қасымбек Майқұдықтағы қасбеттерін жөндеуінде тексерді. Облыс әкіміне ай соңына дейін шамамен 17 үйдің ретке келтіретіні мәлімденді. Қалған 5-інің жөндеуі қыркүйекте аяқтауы жоспарланған. Облыста 113 мыңнан астам адамға бір жолға әлеуметтік төлем тағайындалды. Жалпы 126 мың өтініш келіп түскен. Бұл төлем президент тапсырмасына сай шілде айындағы карантинге байланысты кірісінен айырылғандарға беріліп отыр. Шектеу шараларын ұзаруына байланысты төлем қағидаларына да өзгеріс енгізілді. Елімізде карантиннің тағы 2 аптаға созылуына байланысты мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан бір жолғы төлемді алушыға қосымша ең төменгі жалақы тағайындалды, яғни 21.250 теңге. Ал шектеу шаралары ұзартылғаннан кейін алғаш рет өтініш берген азаматтарға 1,5 жалақы көлемінде немесе 63.750 теңге төленеді. Енді әлеуметтік жәрдемақыға үміткер бола алатындар орта, шағын және микробизнес субъектілерінің қызметкерлері, жеке кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын адамдар, азаматтық құқықтық келісімшарт бойынша кіріс алатындар, бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер және өзін-өзі жұмыспен қамтып жүрген азаматтар. Негізгі қағидат бұл төлем жұмыс жасап, жұмыс істеп жүрген және мұда карантиннің күшейтілген шаралары шектеулеріне қатысты өздерінің табысынан айырылған азаматтарға төленеді. 5 тамыздағы жағдай бойынша азаматтардан мынау мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан бір жолғы осы төлемақы тағайындауға облыс бойынша 126 мыңнан астам өтініш түсті. Оның ішінде 113.442 адамға бүгінгі күні төлем тағайындалды. Ал жұмысы не кәсібі тоқтап, бірақ өтінім қанағаттандырылмаса, азамат жұмыссыздығын дәлелдеп қайта өтініш жібере алады. Сондай-ақ жеке кәсіпкерлер және жеке практикамен айналысатын тұлғалар өз атынан өтініш береді. Жалдамалы қызметкерлер үшін жұмыс берушілер беру тиіс. Егер жұмыс беруші төлеуден бас тартса, арнайы өкілетті органға шағымдануға болады. Егер де осындай жағдай болып, сізге жұмыс берушіңіз
сіздерді жаңағы тізім бойынша өтініш тапсырудан бас тартатын болса, онда бізде облыста өкілетті орган бар, еңбек инспекциясы облыстық. Еңбек инспекциясы басқармасы бар. Сол басқармаға өтіну керек. Ол жерде мен телефонды айтып өтейін, осы эфирді пайдаланып. 43 20 84 телефон арқылы осындай жағдайлар болып жатса, хабарласып, тиісінше шаралар қабылданатын болады. Еңбек инспекциясы басқармасымен. Төлем алуға өтінімдер бірнеше арна арқылы қабылданады. Олар egov.kz және 42500.еңбек.kz порталдары, телеграм-боттар, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердің мобильді қосымшалар мен интернет ресурстар арқылы өтініш қабылдау ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіне дейін жалғасады. Ажарқын Сейсен, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Халық шағымы тікелей эфирде. Нұрлан Әубәкіров тұрғындармен онлайн режимде жүздесуді жалғастыруда. Әкім сағаты аймақтық бастамасында шаһар басшысы 200 сұраққа жауап берді. Дәстүрлі бола бастаған әкім сағаты бастамасы бұл жолы дәстүрлі форматтан тыс жерде өтті. Шаһар басшысы кеңседе отырмай, қала ішін аралап, барған жерінде хабар таратты. Здесь уже подготовительные работы основные практически на всех отрезках завершены. Чуть выше там уже начался, застилают асфальт, если знаете. Потом заехал, посмотрел на горняк, особенно потому что поднимали вопросы по аптекам. В аптеках здесь все наличие жаропонижающих, парацетамола, аспирина, всех видов, которые необходимы лекарства для лечения коронавирусной инфекции, они есть в наличии. Қала әкімі Майқұдық жолын Омай супермаркетіне дейін жөндеуге уәде берді. Қолайлы жағдай болса, оны Восток 5-ке дейін де жеткізуге болады. В следующем году уже будем заканчивать следующий этап. Келесі жылы біз Восток 5-ке дейін тіпті Омай супермаркетінен нан-макарон комбинат яғни ХМК-ға дейін абаттандыру жоспарда бар. Әзірге жолды ғана жасап жатырмыз. Көшелерде қоқыстардың шашылып жататын туралы шағымдар да түсті. Әкім бұл мәселеге көмектесуге уәде берді. Алайда тұрғындардың да өздері тұратын аулалар тазалықта ұстау керек екенін айтты. Вы тоже на эти вещи обращайте внимание. Что касается... Сіздер өздеріңізде бұл жағдайға назар аударсаңыздар. Тұрғындар құрылыс жүргізсе артық заттарын, мебельдерді өз көлік шақырып, сыртқа шығарып тастауға қажет. Сондықтан ол қоқыстарды бөтен ешкім сырттан әкелген жоқ. Жергілікті халық сол үйдің, ғимараттың тұрғындары өздеріңіз тұрған аулаға бірлесе жанашыр болсаңыздар, көршілеріңізге ескертсеңіздер екен. Нужно смотреть. Соңғы бірнеше жылда орталық саябақтың батыс бөлігі де өзгерді. Онда спорттық қалашық пен арнайы веложолдар салынды. Қала әкімі ғимараттарды мұқият қарап, көптеген тренажерларды бұзбауға шақырды. Сонымен бірге суды тазарту жұмыстары да қатар жүргізіледі. Сейчас пробуют и управление парков занимается тем, чтобы очистить от водорослей. Қазір саябақ басқармасы суды тазарту жұмыстарымен айналысып жатыр. Онда суды қайдан алып жіберу керектігі де шешіледі. Суды толық тазартудан басқа қанша жылдан бергі жатқан шөгінділерді де тазарту керек. Оған қоса жоғарыдағы плиталарды сырғымас үшін бекіту қажет. Әкім сағаты тікелей эфирі аптасына 2 рет сейсенбі және жұмада өтеді. 60 минуттың ішінде әкім 200-ден астам сұрақтарға жауап берді. Кейбір мәселелер тез шешілсе, басқалары кезең-кезеңмен қарауды қажет етеді. Қалыс қалған сұрақтарға жауабы кейіннен қала әкімдігінің Инстаграмдағы ресми парақшасында жарияланады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. 25 жастағы ер адам жасанды су қоймасына батып кетті. 4 тамызда құтқарушыларға 25 жастағы ер адам Абай ауданы Южный ауылы маңындағы су қоймасына батып кетті деген хабар түскен. Ер адамның денесін іздеу 1 тәулікке созылды. Оларға су қоймасының үлкен ауданы мен тереңдігі кедергі болған. Сүңгу жұмыстары 100 шаршы метр аумақта, 12-24 метр аралықтағы тереңдікте жүргізілді. Құтқарушылар ер адамның денесін 5 тамыз күні түстен кейін тапты. Шомылу кезеңі басталғаннан бері аймақтың су қоймаларында 12 адам суға батып кеткен. Оның ішінде 4 бала бар. Құтқарушылар тұрғындарға судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады.
Қарағандыда жұмыспен қамту жол картасы аясында 145 жоба жүзеге асырылып жатыр. Әсіресе әлеуметтік нысандарды жөндеп, қайта жаңғыртуға ерекше басымдық беріліп отыр. Сондай-ақ бағдарлама жолдар мен аулаларды жөндеуге де мүмкіндік береді. Александр Пекалов карантин салдарынан жұмысынан айырылып қалған, бірақ құр жатпай жұмыспен қамту орталығына жүгініпті. Ондағылар құрылыс компаниясына жолдама берген. Ол бірден жабдықтаушы болып жұмысқа тұрды. Работаем, взаимопонимание, все. Жұмысым өзіме ұнайды, барлық жағдайда шарттары да көңілімнен шығады. Ең бастысы жұмысты неден және қалай бастау керектігін білеміз. Работаем. Облыс орталығының көшелеріндегі көп қабатты үйлердің сырт келбетін жаңартуды Емар мердігер ұйымы қолға алған. Бүгінде компания Ермеков, Ерубаев, Ленин көшелері мен Назарбаев даңғылы бойынша жалпы 17 нысанды жөндейді. Жұмыстар маусым айында басталған. Бүгінде біршамасын тапсыруға дайын. Мәселен, мына тұрғын үйдің шатыры ауыстырылып жатыр. Ал келесі аптада қас бетін бояу жұмыстарын аяқтайды. Материалы используем качественные, проверенные. Қолданылып жатқан материалдар тексерістен өткен және сапасы да жақсы. Сондай-ақ 3-тен 5 жылға дейін кепілдік бар. Тұрғын үйлердің сыртқы түсі жергілікті атқарушы органдармен бекітілген. Барлық көшелердегі көп қабатты үйлер бірыңғай түспен боялады. Әр нысанды жөндеу жұмыстарына шамамен 10 адам жұмылдырылған. Қызметкерлердің 50% жұмыспен қамту орталығы арқылы орналастырылды. Центр занятости нам отправляет анкеты. Жұмыспен қамту орталығы бізге адамдар тізімін жібереді. Онда қанша адам және мамандықтары жазылған. Сол арқылы біз таңдап жұмысқа шақырамыз. Жұмыс кестесі де ыңғайлы. Сонымен қатар 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде жалақы және барлық әлеуметтік аударымдар төленеді. Бүгінде облыста жұмыспен қамту жол картасы бойынша 7 мыңнан астам бос жұмыс орны құрылған. Сұранысқа ие мамандықтардың бірі құрылысшы. 2 қолға бір күрек тапқыңыз келсе, халықты жұмыспен қамту орталығына не болмаса мобильді рекруттық пунктіне жүгінуге болады. Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығының қызметкерлері жаңа дәстүрді қолға алды. Әр апта сайын еріктілер шаһар көшелеріне шығып, коронавирустық инфекциядан қалай қорғану керектігін айтады. COVID-19 таралуының алғашқы күннен бастап жастар ресурстық орталығының қызметкерлері ақпараттық жұмыстар жүргізіп келеді. Енді көше аралап буклет тарату науқаны ұйымдастырды. Кітапшаларда бетпердені қалай дұрыс тағу ережесі жазылған. Еріктілердің басты мақсаты тұрғындарды індетті жұқтырып алудан қорғау. 300-ге жуық қағаздарды, ақпараттық қағаздар таратып жатырмыз. Еріктілер бізде 6-7 ерікті бар. Жалпы бұл акцияны біз әр апта сайын өткізетін боламыз. Басты мақсат қоғам үшін пайдалы бір істі қолға алу, яғни қаламыздың тұрғындарына осы жаман індеттен қорғанудың амал әдістері жайлы жазған ақпараттық қағазда тарату болып табылады. Еріктілер қоғамдық желілерде және КВИ белгілері бар адамдармен байланыста болған кезде қорғаныс құралдарын қолдануға шақырады. Сондай-ақ бетпердені әр 2-3 сағат сайын ауыстырып отыру маңызды. Жалпы соңғы мәліметке сәйкес өткен тәулікте облыста індет жұқтырған 87 жаңа дерегі тіркелді. Барлығы 9075 науқас анықталды. Соның 5522-сі жазылып шықса, 186-сы қайтыс болған. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.